Ассалаумағалейкум, құрметті футбол сүйер қауым, құрметті Испания футболының жанкүйерлері. Бүгін ерекше күн, бүгін Эль Классико, Барса, Реал Мадрид. Бұл бүгін Испания чемпиондығының шешуші кездесулерінің бірі өтпек. Астана уақыты бойынша сағат 19:15-те біз осы кездесуді Сетанта Спорт 2 телеарнасынан тікелей эфирде көре аласыздар. Матч алдындағы статистикаға, жаңалықтарға және де мағлұматтарға көз жеткізетін болсақ, бүгінгі кездесуді Алехандро Эрнандес бас төреші болып тағайындалған екен. Осы кездесуде бұл мырзаға, бұл төрешіге біз сәттілік тілейміз. Енді турнирлік кестеге көз жүгіртетін болсақ, Испания Ла Лигасында Барса бірінші орында 79 ұпаймен, ал екінші орында Мадридтік команда 75 ұпаймен. Ұпай айырмашылығы қатты емес, 4 ұпай ғана. Сондықтан Мадридтік команда үшін бұл үлкен, қалай айтсақ, үлкен сынақ болмақ, мүмкіндік, анағырақ айтсақ, мүмкіндік. Себебі Мадридтік командаға бүгінгі егер Ла Лига чемпионы болғысы келетін болса, олар міндетті түрде бүгін жеңіске жетуге тырысатын болады. Жалпы 21 ғасырда бұл екі команда 58 рет кездесіп, мұның 30-ында Барса жеңіске жетсе, 28-інде Мадридтік команда үстем болған екен. Бұлардың биылғы маусымда бұл екі команда 3 рет кездесті. Үшеуінде де каталондық команда басым түсті. Оларға көз жүгіртсек, өткен жылы, 2024 жылы 27 қазанда Мадридтік команда өз жерінде ойсырай жеңілді. 4-0 есебімен жеңілді, 0-4 есебімен. Каталондықтардың сапында Левандовски дубль атанса, Ямал және Рафина 1-1 голдан соққан. Одан кейін Испания суперкубогы өткен маусымның қорытындысы бойынша, бұл Сауд Арабиясында өткен болатын. Бұл кездесуде де Барса 5-2 есебімен жеңіске жетті. Барса сапында Ямал, Левандовски, Рафиня 2 гол соқты және Алехандро Балде 1 гол соққан екен. Ал Мадридтік сапында Мбаппе, Родриго есеп айырмасын қысқартқан еді. Ал ең соңғы кездесу 27 сәуір күні болды. Бұл Испания кубогының финалы. Бұл жерде де Барса 3-2 есебімен жеңіске жетті. Барса сапында Педри, Ферран Торрес және жүлкінде голдың авторы атанған екен. Ал Мадридтік сапында Мбаппе және Чуамени. Мбаппе бұл кездесуде айып соққысынан өте керемет гол соққан болатын. Сондықтан бүгін Мадридтік команда үшін қарымта қайтаратын мүмкіндік. 3 рет жеңілді. Енді жанкүйерлердің алдында Карло Анчелотти баптайтын Мадридтік команда міндетті түрде қарымта қайтаруға тырысатын болады. Сонымен енді Барсадан бастасақ, Барсаның соңғы 5 ойында бұл ұжым 3 рет жеңіске жетіп, 1 рет ұтылған екен және бір тең нәтижеге қол жеткізіпті. Осы 5 кездесуде голдар айырмашылығы 12 гол соғып, 10 гол жіберген екен. Бұл жерде біз Барсаның қорғаныс шебінде біраз мәселелер бар екенін көріп отырмыз. Сондықтан Мадридке қарсы бұл ұжым оңай болмасы анық. Тағы бір психологиялық соққы болды Барса үшін. Ол Чемпиондар лигасында осы
Миландық Интерге қарсы кездесуде Барса өкінішке орай Чемпиондар лигасында өзінің жорығын аяқтады. 4-3 есебімен жеңіліп қалды Интерге қарсы кездесуде. Сондықтан бұл жерде психологиялық басымдық Реал Мадрид командасында. Бүгінгі ойынға Барса сапында жарақатына байланысты Жюль Күнде қатыспайды, және де Пау Торрес және Берналь. Ал керісінше жарақатынан айыққан ойыншылар бұл Алехандро Балде және де Марк Касадо медициналық келісім алған екен. Сондықтан бүгінгі ойында көріп қалуымыз әбден мүмкін бұл екі ойыншыны. Барса үшін осы ойынды есептегенде олар 4 ойын қалды. Мадридтік Реалға да 4 ойын қалды. Бұл жерде осы кездесуден кейін каталондықтар Испаньолға қонаққа болады. Каталондық дерби болады. Бұл жерде де Испаньол өз кезегінде лайықты қарсылас бола алатыны анық. Сондықтан каталондық командаға бүгінгі кездесуде міндетті түрде жеңіске жету керек. Вильяреал өз алаңында Вильяреалды қабылдайды. Одан кейін соңғы ойында Билбаоға қонаққа болады. Билбао білесіздер, өте мықты ұжымдардың бірі Испания футболында. Биылғы маусымда өте жақсы кездесулер өткізіп жатыр. Нәтижелері жаман емес. Қорытындылай айтқанда, Ла Лигада Барса 91 гол соғып, 33 гол жіберген екен. Енді Мадридтік ұжымға келетін болсақ, Мадридтік ұжым соңғы 5 ойында 3 рет жеңіске жетіп, 2 рет ұтылған екен. Бұл жерде Барсамен салыстырғанда Барсаның аздаған басымдығы бар. Осы соңғы 5 ойында голдар айырмасы 8-7. 8 гол соғып, 7 гол жіберген екен. Бұл жерде енді Мадридтік ұжымның қорғаныс шебінде мәселелер өте көп. Жарақаттар өте көп. Соның ішінде Эдер Милитао, Дани Карвахаль, олар өте ауыр жарақат алған болатын. Олар біраз болды ойынға қатыспағаны. Эдуардо Камавинга және Ферлан Менди, Антонио Рудигер бұл ойындарға қатыспайтын болады. Жалпы Мадридтік команданың сапында өте үлкен мәселелер бар деп айттық. Және де қазіргі қорғаушыларға келетін болсақ, оларда қазір Арелиан Чуамини және Асенсио ғана қалды. Міне қандай үлкен мәселе Анчелотти үшін. Жалпы Чуамини бұл қорғаушы емес, негізгі оның позициясы қорғаушы емес, жартылай қорғаушы. Ал Асенсио бұл нағыз қорғаушы, бұл жас ойыншыға үлкен жүк артылып отыр бүгінгі ойында. Сондықтан Асенсиоға біз сәттілік тілейміз. Антонио Рудигерді жарақат алып қалды өкінішке орай. Сондықтан бүгінгі ойында Мадридті командаға оңай болмаса анық. Реал командасы бүгінгі кездесуден бөлек тағы 3 ойын өткізетін болады. Жалпы 4 ойын. Келесі кездесу Малоркаға қарсы өз алаңында өткізеді. Одан кейін Севильяға қонаққа барады. Ал ең соңғы ойында қорытынды кездесуде Реал Сосьедад командасын қабылдайтын болады. Сондықтан Мадридтік команда үшін біз сәттілік тілейміз Мадридтік командаға да. Жалпы голдар саны бойынша Ла Лигада Мадридтік ұжым 69 гол соғып, 33 гол жіберген екен. Міне жалпы бүгінгі ойынға аздаған мағлұматтар бердік, статистиканы көрсеттік. Енді бұл ұжым жалпы бұл екі ұжымның ойыны өте қызықты болмақ. Естеріңізге болса, сол Криштиану Роналду, Лионель Месси сияқты, Карлес Пуйол, Серхио Рамос сияқты ойыншылар бар кездерде бұл кездесулер өте қызықты болатын. Қазіргіде олардың орнын басып келе жатқан ойыншылар бар. Бұлар Винишиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Ламин Ямал, Рафиня сияқты жас ойыншылар, Педри, Гави сияқты ойыншылар олардың орнын басып келе жатыр.
Енді тағы бір статистика, бұл екі ұжымның сапында үздік сұрмергендер бар. Оның ішінде оларды атап өтсек, Килиан Мбаппе және Роберт Левандовский Ла Лиганы Петичиға қарсы күресуде. Былай айтқанда, Левандовскийдің голдар айырмашылығы 25 гол соққан екен, ал Килиан Мбаппе 24 ұпай. Сондықтан бұл кездесу тек чемпиондыққа ғана талас емес, тұрмергендердің де таласы болмақ. Сонымен, құрметті көрермендер, тағы да естеріңізге сала өтейін. Бүгін Испания Эль Классикосы, Испания футболы қызықты кездесу, ерекше күн. 19:15-те Астана уақыты бойынша Сетанта Спорт 2 телеарнасынан жіберіп алмаңыздар. Екі ұжымға да сәттілік, нағыз мықты команда жеңіске жетсін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.